Қалыңыз қалай, Земфира ханым? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Менде де жақсы, рахмет. Земфира ханым, оқырмандарға түсінікті болу үшін өзіңіз туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Менің атым Валерия Земфира Ринатқызы. Мен студентпін. Менің ұлтым татар. Қазір мен қазақ тілін үйренемін. Менің мамандығым орыс тілі және әдебиет мұғалімі. Өте жақсы, рахмет. Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Бос уақытымда мен ағылшын, қазақ тілдерін қараймын. Қандай тілдерді білесіз? Мен қазақ тілін жақсы білемін, неміс тілін жақсы білемін, орыс тілі ана тілім. Өте жақсы, Земфира ханым. Өзіңізді 3 сөзбен сипаттап берсеңіз, олар қандай сөздер болуы мүмкін? Мен еңбекқормын, оқытымын, мейірімдімін. Өте жақсы, рахмет. Земфира ханым, сіз кітап оқимын, кино көремін дедіңіз, иә? Соңғы кездері осы кітап оқудан алған әсеріңіз, немесе бір кинодан алған әсеріңізбен бөлісе аласыз ба? Соңғы уақытымда мен Бақытжан Қанапияновтың «Светички» кітабы оқыдым. Бұл кітап осы маңызды, орыс тілінде жазылған, көп қызықты әңгімелер бар. Олар өмір туралы, жануарлар туралы. Мен Ильяс Есенберлинтің фильмін көрдім. Оның аты «Көшпенділер». Тарихи фильм. Сондай-ақ осы фильм мен көп маңызды мәлімет үйрендім. Маңызды мәлімет алдыңыз, иә? Кинодан да, кітаптан да, иә? Мамандығыма өте маңызды мәлімет. Өте жақсы, рахмет. Мақсатыңыз бар ма? Менің арманым бар. Бөлісе аласыз ба? Болашақта мен ағылшын тіліне байланысты жұмыс істеуді армандаймын. Сондай-ақ мен ақш немесе Ұлыбритания тағылымдамалары өткізуді армандаймын. Өте жақсы. Сіз қазіргі уақытта тілдерді оқыту орталығында қазақ тілін оқып жатырсыз, иә? Иә. Біздің тіл орталығына деген сіздің ұсынысыңыз бар ма, тілегіңіз бар ма, айта кетсеңіз? Тілегім бар, мәңгі өмір, үнемі даму тілеймін, мұғалімдерге үлкен бағыт тілеймін. Земфира ханым, сұхбатыңызға рахмет. Сізге оқуларыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Сізге де рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз.